Мына Рамазанда пітір садақасы бұл уажib. Кімге бұл уажib? Бұл зекет бере тұрған адамға негізі бұл не уажib. Жалпы адамдарға берсе бұл не жалпы. Ондай дүниесі жоқ адамға берсе ол не мұстахаб, жақсы амал. Абу Ханифа мазхабының кітаптарында пітір садақаны не дейді? Құрмадан, мейізден, арпадан, бидайдан, ұннан берсін деген. Негізгі осы хадистерді алған жаңағы. Абу Ханифа рахматуллахи алейхтің мазхабында жаңағы бидайдан гөрі оны ұннан берген жақсы дейді. Өйткені әзір кезде сіз 2 килограмм бидайды апарып кімге бересіз? Оны не алады? Ол дирменге апара ма? Не істейді? Ұн. Ал ұннан гөрі оны несін берген жақсы дейді? Бағасын берген жақсы дейді, ақшасын. Ол өзінің қажетін не алады? Тез қажетін өтейді жаңағы. Әлеуметтік жүйелерде оқығаны бар, оқымағаны бар жаңағы, кітап көргені бар, көрмегені бар, өкінішке орай не қылады? Сөйлей білетін болды жаңағы. Әзір кезде міне сөз болады, ой жаңағы имамдардың бәрі жинап, кәмірса жоқ, бұл аманат. Бас мүфти ғұламалар кеңесінің бұйрығы пітір садақасы мен басқа садақалар араласып кетпесін. Қалай болады? Құдайдың алдында бір мүфтият, фатуа бөлімі Алланың алдында жауап береді деген, имамдар оның бәрін алып, кедей кепшіктерге осы 5 топтағы адамдарға жеткізу, оларға не болып тұр? Не аманат болып тұр. Бұл әрбір сөзіміз Родул Мұхтар болсын, Хидая болсын, міне кітаптарымыздың, Мағтабар кітаптар дейді Абу Ханифада. Содан біздің неміз бар, дәлеліміз бар. Және де айтайын, жалайырға жар салатындар, өзін шынайы мұсылман, өзін еркек санағандар бірінші келсін. Содан қай жерден алдым десін, біз оған түсіндіріп берейік иншалла.